Демек, сен шоколадты жалбыз сүтін осы үшін сатып аласың ба? Жоқ, әлгі тұтынушы үшін ба? Иә, дәл солай. Мен әрқашан оған осы үшін тапсырыс беретімін. Бұлай болуы мүмкін емес. Неге болмасқа? Ойлап қара. Егер сұраныс болса, ұсыныс та болады, дұрыс па? Жоқ, мен бұл жайлы емес. Онда не жайлы? Жай, қалайша шоколадты жалбыз сүтін ішетін бір-ақ адам болуы мүмкін? Ең алдымен бірнеше қаптамасына тапсырыс берейін деген едім. Бірақ оларды сатып алғанша жарамдылық мерзімі өтіп кетті. Сол себепті осы үшін тек бір булмасына тапсырыс бердім. Бірақ жалбыз шоколадты сондай дәмді. Бұл ауданның адамдары неден құр қалғандарын білмейді ғой. Айтпақшы, сен мейірімді екенсің, басқалар бір тұтынушы үшін қаптамасын тапсырыс бере бермейді. Солай ғой, мен деген періштемін ғой. Ендігәрі көбірек тапсырыс беру керек сияқты, саған ұнайтын болса. Білесің бе? Түсінбеймін, қалайша осыншалықты дәмсіз затты іше аласың? Дәмсіз дегенің қалай? Оның өте ерекше әр тәтті дәмі бар. Сен тісіңді күніне 3 рет тазартасың ғой, ә? Олай болса, неге кейін тіс пастасын жейсің, онымен қоса сүтпен? Тіс пастасын? Мен жай ғана тез бітіп қалама деп ойындағаным ғой. Қалжыңдаймын, қалжың. Сен сондай сүйкімдісің. Енді тәуліктік дүкеннен кім тіс пастасын сатып алады? Супермаркетте арзанырақ. Менің кетуім керек. Тәуліктік дүкендегі қайнаған өмір. Өз кейіпкеріңді таңда. Рахмет. Жалғыз не істеп жүрсің? Азық-түліктерді сұраптап жатырмын. Ал сен неге келдің? А? Мен кассаны тексеруді ұмытып кетіппін. Білем, мен адам төзгісізбін, бірақ жауапкершілігім бар. Сен енді қашанға дейін ренжіп жүрмексің? Кім біледі? Мен адам төзгісізбін ғой. Сол себепті де кекшіл болуым әбден мүмкін. Алғысымды қайтып аламын. Жарайды. Маған негізі бәрібір. Не дедің? Сәлеметсіз бе, дүкенімізге қош келдіңіз. Мына жердің иісі жаман емес. Ол өзінің жалбызымен мүлдем есінен алжасқан секілді. Бұл не сандырағы? Сочун, кім ренжітті? Не болды? Неге жылап жатырсың? Мына ағай! Ол саған не істеді? Мына ағай! Не істедің? Не? Не? Менің балама не істедің деймін? Мен бе? Ештеңе жасамадым. Дым деме, түріңе қарасам, жақсы жігіт секілдісің. Мен еш нәрсе қылмадым. Не дедің? Мен дұрыс естідім бе? Сен... Сочунға не деп тіл тигіздің? Қалай ғана дәтің барды? Полиция шақырғанды қалайсың? Мырза, өтінем, алдымен сабыр етіңіз. Ол балама тіл тигізіп жатқанда менен сабыр сақтауды өтініп тұрсың ба? Ол тіл тигізді ме? Сіз не жағдай болғанын көрмедіңіз ғой. Сол себепті бұл түсініспеушілік болған. Түсініспеушілік? Жақсы онда. Олай болса, полицияны шақырайық.
бәрін шешіп берсін, жарай ма? Мырза! Алдымен камера жазбаларын қарайық. Сонда бәрі түсінікті болады. Жақсы, кәне, камераны тексерейік. Егер ол кінәлі болып шықса, жауапкершілікті өз мойныңызға аласыз ба? Иә, өзім жауап беремін. Ол өтірік айтатындардың қатарынан емес. Кешірім өтінемін. Менен ағаттық кетті. Сіз менің балама көмектеспек болыпсыз. Түсініспеушілік орын алды. Сіз бойыңыз сондай ұзын, және түріңіз де маңызды емес. Ұлым, ағайдан кешірім сұра. Мен саған әшейін сырын ұсынғым келген. Сонда да кешір. Енді бәрі жақсы ма? Сау болыңыз. Кешкі асқа не жейсің? Бәрі жақсы ма? Иә, әдеттегідей. Айтпақшы, балалармен жақсы сөйлеседі екенсің, бірақ неге менімен емес? Балалар сүйкімді емес пе? Айтпақшы, сен қайдан боласың? Мен сенің диалектте сөйлегеніңді естідім. Қашан мен саған диалектте сөйледім? Жақсы түсіндім. Келесі күні. Мінекей, және май. Барлығы 6000 вон. Дорба керек пе? Жоқ, рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Ұста. Бұл маған ба? Немене? Жалбыз шоколадын сүйуші, маған шоколадты жалбыз сүтін беріп тұрма? Бұл деген өз өмірін менің қолыма берген мен тең-бетең қой. Бұл оның маған жасы түс жаққаны ғой. Жоқ, әлде жалбыз түсін. Жай, 1+1 акция болып жатыр екен. Онымен қоса, мен оны алу үшін 20 вонға пакет алуға тура келуші еді. Мен жаңа рационалды ойладым. 20 вон? Сен маған оны 20 воныңды құртпау үшін бердің бе? Егер көп ақша кетіргің келмесе, темекі шегуді таста. Денсаулыққа зиян. Неге адамдар зиян заттарды сатып алатынына түсінбеймін. Егер сол ақшаларды сақтағанда әлде қашан көлік сатып алар еді. Және де. Не болды? Кешегі үшін алғысымды айтайын деп едім. Оқасы жоқ. Тағы да. Тағы? Саған ұнайды деп ойладым, Джуа. Менің есімімді қайдан біледі? Дегенмен де адамша сөйлей алады екен ғой. Маған ұнады деп ойлады ма? Бір қосу бір? Бір қосылған бір? Бұл не болды екен? Не болуы мүмкін? Сүйкімді. Не? Бір қосу бір, сүйкімді. 2 қосу 2, сүйкімді. 3 қосу 3, сүйкімді. 4 қосу 4, сүйкімді. Не істеп жатырсың, доғар? Доғарайын ба? Жалбарынамын. Мен Дон Хённан естідім. Кеше мұнда аласапыран болыпты ғой. Қорқатын түгі жоқ, менде бәрі жақсы. Жақсы болса болды. Айтпақшы, 1 сағатта жалақың қанша? Неге сұрадың? Сенің біраз уақытыңды сатып алғым келеді. 사고 싶어서요. Не? 따끔하게 날 더 바라보네 우리의 거리